16 ғасырда өмір сүрген поляк дін қызметшісі және ғалымы Николай Коперникті қазіргі астрономия ғылымының атасы санайды. Бұндай атаққа ол алғашқы болып, күн мен планеталар жерді айналмайды деген жаңалығы үшін қол жеткізді. Гелиоцентрлік жүйе, яғни планеталардың күнді айналу теориясы, ерте заманда ақ болды. Бұны алғаш тұжырымдаған Аристарх Самосский еді. Бірақ Коперникке дейін бұл мәселемен нақты ешкім айналыспады. Коперниктің жаңалығының ғылымға қосқан үлесін анықтау үшін бұндай ғылыми ашылуларға сол замандағы діннің және мәдениеттің көзқарасын білу маңызды. Біздің заманымызға дейін 4 ғасырда грек ғалымы Аристотель аспан жайлы еңбегінде планеталар жүйесін сипаттаған еді. Ол тұтылу кезінде айдағы жердің көлеңкесі дөңгелек болғасын, әлем жазық емес, шар тәріздес деген болжамға келді. Сонымен қатар, ол теңіздегі кеменің көкжиекте бірінші болып кеменің корпусы, содан кейін ғана желкендері жоғалуынан осындай тұжырым жасады. Аристотельдің геоцентрлік жүйесі бойынша жер қозғалмайды, ал шолпан, Марс, Юпитер, Сатурн, күн және ай дөңгелек орбита бойынша оны айнала қозғалады. Осының барлығын Аристотель оңай түсіндірді. Егер де ғимарат төбесінен тасты лақтырсақ, ол батысқа я шығысқа қарай құламай тік түседі. Бірақ ол тастың жермен бірге айналу мүмкін екенін ескермеді. Қазіргі ғалымдардың айтуы бойынша, дін қызметкерлерінің Аристотельдің теориясын дұрыс деп қабылдауы ұзақ уақытқа ғылымның дамуын тежеді. Себебі Аристотельмен келіспеу шіркеуге қарсы шығу деген мағына берді. Аристотельден кейін 500 жыл өткенде египеттік ғалым Птолемей әлде қайда дамыған және дәл планеталар жүйесін ұсынды. Бірақ Птолемей де жерді планеталардың ортасына қойып, ол қозғалмай тұрады деген болжамға келді. 1514 жылы Николай Коперник гелиоцентрлік жүйені қайта жаңғыртты. Ол бұл жүйені басқа планеталардың орналасуын анықтайтын модель ретінде ғана ұсынды. Себебі шіркеу оны еретик деп жариялап, қуғынға ұшырауы мүмкін еді. Планеталарды зерттеу Коперниктің жер басқа планеталар сияқты жай ғана планета және олардың барлығы күнді айналады деген тұжырымға алып келді. Осы тұжырым гелиоцентрлік жүйе деген атқа ие болды. Коперниктің жаңалығы адамзат тарихын өзгерткен үлкен оқиғалардың бірі болды. Қазіргі астрономияның пайда болуын негіздеп, ғылым, философия, діннің өзгеруіне алып келді. Шіркеудің қуғындауына түспес үшін Коперник жұмысын жариялауға асықпады. Өзінің зерттеулерімен тек бірнеше сенімді адамдармен ғана бөлісті. Коперниктің ең атақты еңбегі аспан сфераларының айналуы туралы өмірінің соңына дейін, яғни 1543 жылы ғана жарық көрді. 1633 жылы Коперник қайтыс болғанына 90 жыл өткеннен кейін итальян ғалымы Галилео Галилейді Римге инквизиция сотына шақырды. Басты айыптау Галилейдің әлемнің екі негізгі жүйесі туралы сұхбат атты еңбегінде Птолемей мен Коперниктің жүйелерін салыстырып, шіркеудің Коперниктің ілімін таратуға шек қоюына қарамастан, гелиоцентрлік жүйе ғылыми гипотеза емес, ғылыми заңдылық деп жазуы. Сот шешіміне ешкімде таң қалмады. Галилейге өзінің тым артық кетіп, қателік жасағанын мойындауға тура келді. Тіпті оған қателігі туралы жазбаша қолхат алғызып, тізерлеп отырып, қол Библияға қойып, латын тілінде өз жұмысынан бас тартты. Аңыз бойынша Галилей орнынан тұра бергенде, бәрібір де ол айналады деп айтқан. Уақыт өте келе бұл фраза қандай қиын жағдай болмасын, ғылымның, білімнің дамуы үшін өз жолынан таймайтын адамдарға қатысты айтылатын болды. Достар, видеоға лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.